Ал енді құрметті ағайын, бісміллә сөздің басы, бісмілләсіз іс қылма дейді дана халқымыз. Рұқсат болса ағайын, алдымен мұсылманша амандасып алайын. Ассалаумағалейкум, қазағымның тұмалары сөздеріне дем берген. Біз дей балаң, сәті түсіп жүздестелім сіздермен, армыздар асылаймақ алдына алтын өңгерген. Сізде туған қыздар ару, ал оларын кегірі, той түсіген, ой түсіген, ембек сүйген уақалқым, дархан елім, бейілдерің бұғалмасын өмірің. Жақсылармен жайсаңдар, жиналып жатыр тек талап, жүрегімнен жыр арнадым, жал менен от қорап. Тойларыңыз той қыласын аса берсін мерейін, әуел бастан бұл әулетке қыдыр қонған бақ қарап деп бір қошеметтеп қойсаңыздар. Бәрекелді, құрметті ағайындар, қарны аш қазақ ханға да сәлем бермейді дейді. Қарның майланбай, көңілің жайланбайды дейді. Ендеше біреулеріңіз мынау қызметтен келдіңіздер, құрметті ағайындар. Біреулеріңіз осындай тойды көптен бері аңсап келген боласыздар. Біреулеріңіз күнделікті күйбің тіршіліктен шаршап келген боласыздар. Шаршағандарыңыз демалып, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, құрметті ағайындар. Абай атамыз айтқандай, құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсеңденше сүйдеп бүгінгі қуанышыңызды ассалаумағалейкум деген әнмен бастап жатсақ, уағалейкум ассалам, қошеметтіңіз болсын, құрметті ағайындар. Бүгінгі тойларыңыз тағы да құтты болсын. Той қазаққа қазына, бақ болары басына, аталар келсе баталы, әжелер салсын жақсы әнді. Осы тойға ортақ боп, шақырды туыс достарды, олай болса ағайын, түйбек қабақ қастарды, көтерейік бастарды, таяқ жерге тасталды. Бүгінгі келген қонақтарымызбен таныстығымыз басталды деп айтуға болады, құрметті ағайындар. Бүгінгі қазақтың жайылған ақтастар ханы, ал мынау алманың алғызылы, ал мынау қазақтың балғымызы, ал мынау қазақтың тостағаны, тостағанмен қазағым достамады. Ал келген қонақтарымызбен таныстығымыз жалғасады деп, ішімізден өзіміздің үлкендерді кім таныстырады кәреки? Апаларымыз ба? Міне құрметті ағайындар, еліктің ұлағандай үлбіретіп өсірген қыздарын ата-баба салт дәстүрі бойынша өз жұртына аттандырғалы отыр. Қыз мұраты кету, жол мұраты жету дейді қазақ атам. Мына бүгінгі балалық ақпаншығын, кәмелеттік жасқа толған қыздың балалық ақпаншығын ақжаулыққа айырбастап, ақ келін атануы заңды құбылыс, құрметті ағайындар. Бүгінгі осындай анасының, апасының, туған туыстарының теңіздей толқыған көңілін түсінуге болады. Жүректің бір парасын жұлып беру ешкімге де оңай емес. Бірақ та шариғатта айтады ғой, ұлыңды ұяға, қызыңды қияға жеткізген ата-ананың бақыты. Онда сіздер бүгін бақыттысыздар, құрметті ағайындар. Өйткені екі жас бір-бірін тауып, сүйіп жатыр, қосылып жатыр, және осы екі ауылдың арасы көпір қып жалғастырып жатыр, құрметті ағайындар. Осындай бүгінгі бектасымыз жалпы бұл баланы мен бала кезінен білем, өзі кейін қазір біраздан кейін айтамыз неге екенін. Бұқабілекті, қасқыр жүректі, жатқан адам тұрып қарайтын, тұрған адамды ұзынан құлататын бектасқа бір қошеметтеп қойыңыздар, бәрекелді. Осындай азамат бол, бәрекелді. Ал енді бектас қош келдің, мынау жігіттің үш жұрты болады дейді. Мұсылманша бір қолыңды кеудеңе қойып, ассалаумағалейкум деп бір амандасып қойсаң, енді сені көп ұстамайық, ал. Ассалаумағалейкум. Бәрекелді. Уағалейкум ассалам, қошеметіңіз болсын, құрметті ағайындар. Рахмет. Мынау кей кезде де басқа жақтарға барсаң бөлініп жатады. Қай жақтансың деп қоясың. Семейденмін деп қоясың. Наймансың ба десе, иә деп қоясың. Олар айтады, Семейде дейді, жазда шаңы бар дейді. Қыста оның қары бар деп мен семей жатады. Мен айтар едім, Семейде жазда шаңы бар. Қыста қары бар. Су ішен шәкәрімнің әні бар. Желінде еңгір кебектің зары бар. Шығыстан шығар таңы бар. Даласында Абайдың заңы бар деді. Міне құрметті ағайындар, қайнаған қаресінің жағасында, тәңірберген сұлулықтың бәрі осында, шығыстың шырайлы сұлу жері, бәріне де әдем ойнанасың ба? Ұзын сөздің қысқасы бақыт деген болып жатыр. Гүлнар апайымыздың шаңырағында аяқ қойып бәрекелді. Той құтты болсын! Қызымыздың қолынан жұғысты болсын деп, қыздарымыз да осындай биік тастай мықты азаматтарға Алла баласы жар болып, қазағымыздың
бақытты аналары, жандары болсын ағайындар. Әйелде бар 3 бақыт дейді. Аналық бақыт біреуі, әйелдік бақыт және бар, балалар оның тіреуі, адамдық бақыт және бар дейді. Сіздерге осы 3 бақытты да тілеймін. Бақытты болыңыздар, кәнекей. Рахмет. Түбі түрік болған, түлігі жылқы болған, атасы Алаш, керегесі Ағаш, хан баласына тік сөйлейтін, би баласына нық сөйлейтін қайсардай қазағымның ұрпақтары. Міне, уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ, адамға Алла бұйыртқан, уақыттан қымбат сыйлық жоқ дейді, құрметті ағайындар. Бота түйесімен, қазан күйесімен, той иесімен деп бүгінгі той иелерін ортамызға шақырайық, құрметті ағайындар. Келіңіз, Алпай және ағамыз қайда? Ақылдан рахмет. Ақылдан аға, рахмет, келіңіз енді. Бәрекелді. Ертеңгі тойға дайын екен, ағамыз ертең туристің бәрін осы кісі алайын деп тұр. Ал енді өмір деген көлекен, жүзіп жүріп өтесің, дүние деген шөлекен, бейнетпен зорға жетесің, алтыннан сарай салсаң да бәрібір тастап кетесің. Сыйлассаң егер өмірде, мұратқа сонда жетесің дейді. Сыйлассаң сыйлы боласың, сырлассаң сырын табасың дегендей, сыйлап келген қонақтарыңызға және жастарға, бүгінгі төрде отырған аса құрметті құдаларымызға деген ақ тілек, рахмет тілектеріңіз болса, мархабат, келіңіз.